Қарасұр келін, Бейімбет Майлин әңгіме. Күн көзі еркелей күліп, қалың киімділердің маңдайынан тер шығарды. Ақ көрпесін серпіп тастағандай боп, жер тетерлеп, бусанып жатыр. Күнгей бетте күн шуаққа маужырап, есінеп отырған кәрі құртаңды көресің. Зауыт маңында, жұмысшылар поселкесінде күндегідей қыбырлап, асығып жүрген адам жоқ. Көше аяқ басқысыз батпақ. Тас төселген автомобиль жолы дөңкиіп, жалтырап, тысқа шыққан адамды өзіне қарап еліктіреді. Жүк автомобилі 20-30-дан адам тиеп, қалаға қарап асып жатыр. Қолбос жұмысшылар, әсіресе жастар жағы қалаға барып, қыдырып қайтқанға асығып тұрған секілді. Автомобильге сайғай сүрен сала жабысады. Ойын сауық. Тапал бойлы шүңірек көз қара кісі автомобильге бара жабысып еді, жастау орыс қызы күлімсіреп оны иықтан ұстай алды. Дәде-ау, дәде, орныңды берсейші, мен барайын. Солай ма, міне ғой Мәруса. Қыздар баға мінгізіп, кейін қарап бұрылғанда мені көрді, күлімсіреді. Беті қызыл тартты. Құдайдың құдіреті. Әйелдің сөзін жықпайтыным-ай. Дағы күлімсірей түсіп, жақсы бала, комсомол. Жаңағы қызды айтам-ау. Механический цехта істейді, жұмысына ұқыптақ, екпінді. Бәріміз де екпіндіміз ғой. Мен ылғи дәде дейді. Кейде сонысын ерсі көрем. Биыл 32-де тұрмын, жас емеспін бә, деді иегіндегі сақалын сипап. Аз кем ойланып тұрды да тағы күлімсіреді. Маған қарай түсіп, түнеу күні қаладағы шаш алатын жеріне барып ем, үйі де сойқан екен. Жолмиған бір әйел үстелді ыңғайлап, пажалысталап бәйек болғаны. Менде осы бір арылмай жүрген ұялшақтық бар. Әлгі әйелге алдыруға қорынып, осы сақалдың сол жолы күзелмей кеткені. Неге ұялатынымды білмеймін. Өзіміздің зауыттағы жиылыстарға қатынасам ғой. Сонда сөйлейін-ақ деп ыңғайланып отырам да, нақ сөйлеуге келгенде шыға алмай қала берем. Сонда шығып сөйлеймін деген бір ойым болмайды. Әне-міне деп отырғанымда жиылыс тарапта үлгереді. Ұя хатшысы ылғи айтады: Манарбек, сөйлеймісің, сөйлесейші деп. Манарбек күнімен автомобиль тосты да, маған онымен сөйлесу керек болып, екеуміз тұра бердік. Маңымыз қаптаған жұмысшы. Біреулері өткен түнгі саяси сынасуда талқыға салынған мәселелерді, одан кімнің қалай жауап берілгенін сөз қылып тұр. Слушай, Манарбек, деп бір қартаңдау кісі Манарбектің иығына қолын салды. Тазарту комиссиясы біздің бригаданы қарап өтті. Сен шын екпінді деп танылдың. Шын екпінді болмай маған не көрініпті, дейді Манарбек күлімсіреп. Екпінді болған соң кісі социалдық мүше жарнасын төлеу керек дегенге, мен ақша алады екен деп жүрсем, жарнаны еңбекке төлеу керек екен ғой. Жарнамыз төленді, деп Манарбек қойын қалтадан екпінділік билетті сорды. 32-ші жылдың үйел айынан беріп екпінділер қатарында екен. Социалдық жарнасы төленіпті. Манарбек қандай жымыңдаса, жарнасы төленген қызыл билетте күнге шағылысып, жымың қаққан тәрізденді. Қала жақтан жүк автомобилі келеді сырғытып. Тиелген адам. Автомобиль күтіп тұрғандар қақ жарылып жол берді. Аққұбаша әйел басындағы шәлісі иығына түсе келе Манарбектің қолтығына жабысты. Екеуміз бірге қыдырайық, я. Автомобильдегілердің түсуіне қарамай жердегілер жабысып мініп жатыр. Манарбек те арбаға бара жабысып еді. Қызыл шапанды қарасұр әйел қайдан тап болғанын білмей де қалдым. Көзі шатынап Манарбектің төсінен тіреп тұра қалды. Мінбейсің арбаға. Мені неге келді дейсің? Көрсет салдақыңды. Көре келдім соныңды, деді қалшылдап. Манарбек аңырап, шошынып, созған қолын кейін алды. Ау, құтырған шығар мына шіркін. Мені ерігіп жүр деймісің? Түнде жиылыс болды. Сағат 12-де тарадық. 8 шақырым қалаға түн ортасында жаяу қалай қайтпақшымын? Айтпа деймін өтірігіңді. Тыңдамаймын, білдің бе? Апырмау, енді мына кісіден сұрашы, жиылыс болды ма екен, әлде жоқ па екен? Қара сұр әйел көзі қанталап Манарбектің жағасынан ала түскендей болып тұрды. Мұның қайбір сау адам дейсің дегендей боп отты өзін маған тағатады. Ашулы әйелден сескенетін әдетім бар еді. Мен қаймығып теріс бұрылдым. Ылғи айтам, жиылыс күні қайта алмай қаламын деп, деді Манарбек. Айтпа деймін, ойбай, деп қара сұр әйел ызаланып жылап жіберді. Автомобильдің дүрілдеген дауысы әйелдің ойбайын көмді. Әйткенмен арбаға мініп тұрғандардың кейбіреулері сезіп күле қарады. Ойбай-ай, Манарбек, сенікі енді мақылас жейді, деді бала жігіт күлімсіреп. Манарбек екеуміз сөйлесіп, жолды бойлап кетіп барамыз. Сынған мәшиненің қабырғасына сүйеніп әйел тұр.
бет әлпеті құп-қу, көзден аққан жасы омырауын жуып жатыр. Келінді ренжітпе, барып сөйлес деп ем, Манарбек аз мүдірді де маған қайтадан ерді. Ой, өзі бір оңбайтын неме. Ақылы болса менің адам болғанымды тілемес пе еді. 2 күннің бірінде жиылыс, саяси сабақ. Қатыным ұрсады екен деп бұған қатынаспай неғып тұрамын. Сізге мана айтып ем ғой, колхоздың белсендісі болдым деп. Бірақ бояма белсендің емеспін. Осыған тұрғанның өзі бой жетіп отырған қыз болған соң ала салып ем. Ол колхоз болмай тұрған кезіміз. Сұлтанбек дейтін бір жігітіміз бар еді. Сол байдың қызын алды деп менің соңыма түсіп, ауылда жүрген соң қазақшылыққа да араласып кетеміз ау. Осының қыз күнінде сол Сұлтанбек те алам деп қылжақтап жүретін. Баяғы соңыма түскенін өштікпен істегенін деп білдім мен. Масқарам да бар ау. Колхозшылар осы қатынның әкесін жүндейміз дегенде, бұл Сұлтанбектің істеп жүрген жұмысы деп мен араға түсе жаздағам ау. Ұяхатшысы жақсы жігіт еді. Сол ұғындырып қатамды мойныма салып берді. Не істеп жүргенімді сонда ұғынып бетім қызарған ғой. Бірақ кешігіп қалдым. Бала шағасы бар. Енді мынау аяғыма оралғы болып жүргені. Жаман, шынын айтам деп сырын айтып алады дегендей, мен сізге айта беріппін ау. Манарбек күрсініп, азырақ күлімдей түсіп, бірсыпыраға шейін үндемеді. Біз ұзап барамыз. Бетіміз қала. Келін де манағы тұрған орнынан қозғалып, бізге қарап жүріп келеді. Басы бүгулі. Кім білсін, Манарбекті ашумен бүріп алғанына өкініп, енді соған ғапу өтінудің жайын ойлап келеме. Әлде тағы бір жұрттың басы құралған жер болса, бетінен ала түсіп, бұдан да жаман терлетудің жайын қарастырып келеме. Жол үсті жүргінші, 2 аяқ арбасымен тар жолда кертелеп бара жатқан өзбектер. Арттағы келе жатқан таңқы мұрын қара жігіт ат үстінде отырған күйі, 2 аяғы жетекке тіреп, мықшиып бір кезде алдағы кісіге мойнын созады. Әке, айдаңыз үй тірейік. Манарбек көпке шейін артына қарай түсіп, әлденеге күрсініп басын шайқады. Жол езуіндегі үйден бір жастау әйел кілем сүйреп шықты да, жолдың жанына әкеп қағуға кірісті. Шаң бір құрап, түгінше будақтап, біз еріксіз жолдан бұрылдық. Бұл бір тәп-тәуір қызметкердің әйелі. Мынасына жол болсын. Мен ойлап келе жатырмын, деді Манарбек күрсініп. Осы біздің қатын жаулықпен істей ме екен? Сіз қалай ойлайсыз? Қалайша? Әкесі әлгідей болып еді деп айтып едім ғой. Осының ниеті маған кедергі істеу болып жүрмесе, неғып бұл мені қызғанғыш болып кетті? Аттап басуыма риза емес. Үйде отыр да қой дейді. Бұл не деген жындылық? Өне бойы шырылдасып, ұрыса беруге маңындағы көршіден ұяласың. Ұрыспайын десең, жаның төзбейді. Өз әжептәуір хат таниды. Жұмысқа кір десең, оған кірмейді. Мұндайда сұмдығы бар. Қолыма түскен газет, кітап болса үйге алып барып, шай ішіп отырып оқығым келеді ғой. Немене, атамның кересін ішкір, басқа уақыт жетпеді ме? Ит ішкіріңді дұрыстап отырып ішсейші деп, қолымдағы кітабымды алады да лақтырады. Бұған не деп төзерсің? Жақын арада саяси сабаққа керекті бір кітапты үйге апарып, ертеңіне оқиын десем, кітабым жоқ. Қайда деп сұрасам, балалар жыртып тастаған білем дейді. Бұған не дерсің? Өзіңіз ойлаңызшы, осы сияқты қылыққа адам төзер ме? Осының осындай мінезінен мен көбіне үйден безем. Жолдасың жақсы болып, сенің айтқаныңа түсініп, сенімен бірге білімге ұмтылса, не арман бар? Артымызда тырпылдаған аяқ даусы. Келін болмаса игеді деп бұрылсам, тап өзі екен. Баяғыдай басы бүгулі емес. Қабағы түйіліп, 2 қолды кезек сілтеп келе жатыр екен. Екпініне шыдамай, мен жолдан шыға бердім. Үйреніскен жауымсың дегендей боп, Манарбек қасқая қарап тұрды. Бірақ оның да бет ажары қуқылданып, көзінің алды жыбыр етті. Жүр үйге, жалғызсырап жүредің тапқан екенсің серікті, деді. Мен шошынып аңырап тұрып қалдым. Өз-өзімнен тұрып қысылып маңдайым тершиін деді. Ой, қағып кеткен кім десем, білемсің бұл күні, деп Манарбек ышқынды. Құдай да болса, айтқаным сол, білдің бе? Көп болса құдай шығар, деді келін көпірініп. Ысталабай жақтан бір әйел мен бір еркек шығып, құрғақ жермен қарғып басып, ауыздары сөзден босамай келеді. Жоқ, сенің жауабың қата демеймін, жауабың негізінде дұрыс. Бірақ қойылған сұрақ туралы емес. Қойылған сұрақ бірінші 5 жылдықта жариялауға себеп болған нәрсе не еді, деген еді ғой. Сен 5 жылдықтың табысын санап кеттің, деді еркегі. Жарайды, сеніңше ақ болсын, әйтеуір қаталасқан жоқпын ғой, деді әйел күліп. Екеуі тақыр жолға түсіп, саяси мәселе жөніндегі айтысты созумен болды. Бұл екеуінің алдында Манарбек пен Қарасұр келін кетіп барады. Бірақ бұл екеуінің әңгімесі бөлекірек. Кеше
Механический цехты аралап жүріп бір жігітке тап болдым. Орта бойлы, қара торы жігіт. Жасы 35-ке жетпеген болар. Киімі бүтін ғана. Қайыс белбеуді нақ қолтықтан буыпты. Илігу, қозғалу дегенің бір маңыз. Мен барған кезде 10 шақты жұмысшы жаңа қойылған мәшиненің түрлі запастарын екінші бөлмеге тасып жатыр екен. Осылардың ішінде әлгі кербез жігіт бар. Ойпырмай, қозғалуай, илікпейді-ау, илікпейді. Басқалар жан ұшырғандай қозғалып, темірді көтеріп, 2 рет қатынағанда ол зорға бір қатынайды. Осының паңдығына кейген сияқтылау болып тұр ем, біреу келіп артымнан құшақтай алды. Манарбек екен. Қызықты естіңіз бе, деді күліп. Қандай қызық? Келініңіздің бетін бердім. Шет жағасын түнегені айтып ем ғой. Тегі үйлеспейтін болдық. Ол ескілікке тартты, мен жаңа адам болғым келді. Тәрбиелеп, адам қылайын деуге шын ынтам шаппады. Ит етінен жек көрдім өзін. Бұрын соны қалай сүйіп алғанымды білмеймін. Көтеріле күліп, мені станогына ертіп жүрді. Ескі бентті қысқаш темірге қыса салып, түрпілі темірді ағаштың ішіне салып бұрады. Бенттің ішінің темірі ағаштық үгіндісіндей болып үйіліп түсіп жатыр. Бүгінгі жиылысқа келіңіз, мен абезе тіліне сөйлеймін, деді жайраңдап. Көтеріліп, өсіп, қанатын қомдап ұшқалы тұрған адам секілді. Осыған кедергі болам деп жүрген қарасұр келінде де еш жоқ қой.